Армысыздар, құрметті YouTube көрермендері. Назарларыңызға футболдан 2023 жылғы Қазақстан чемпионатының 18-ші тур ойындары бойынша шолуымызды ұсынамыз. Өткен демалыс күндері турнирлік кестені бастап келе жатқан Ордабасы мен Астана командалары ойын өткізген жоқ. Себебі Еурокубок ойындарына байланысты Ордабасы командасының ойыны кейінге ауыстырылған болатын, ал Астана командасы керісінше оны ертерек ойнап алған еді. 5 тамызда Талдықорған қаласындағы орталық стадионда жергілікті Жетісу командасы Петропавлдық Қызылжарды қабылдады. Чемпионатта үздік үштікке ұмтылып жүрген Али Алиев жаттықтыратын Қызылжар командасы Талдықорғаннан бір ұпай еншіледі. Олар ойынның 43-ші минутында есеп ашқан болатын. Гол авторы Қызылжардың белоруссиялық жартылай қорғаушысы Евгений Березкин. Бірақ Асқар Қожабергенов шәкірттері де қарап қалмады. Олар үзіліске дейін есепті теңестіре білді. Алаң иелері қатарында көзге түскен қорғаушы Асқат Балтабек. Екінші таймда соғылған гол болмады, 1-1 есебі ойынның соңына дейін сақталды. Ақтауда жергілікті Каспий мен Павлодарлық Ақсу кездесті. Турнир кестесінің түбіндегі аутсайдерлер арасындағы бұл кездесу өте тартысты шайқасқа айналады деп күттік. Бірақ ақтаулықтар бірінші таймда жауапсыз 2 гол салып, үзіліске дейін өздеріне қолайлы есепке қол жеткізді. 26-ші минутта сербтік шабуылшы Филипп Аврич пенальтиден бірінші голды салса, 5 минуттан кейін Каспийдің ресейлік шабуылшысы Михаил Черномырдин есепті еселейді. Үзілістен кейін 71-ші минутта алаңға шыққанына 3 минут болған жартылай қорғаушы Бекзат Қабылан Ақсудың қақпасына 3-ші голды салады. Дегенмен Ақсудың шабуылшысы Дамир Марат матчқа қосылған қосымша уақытта Ақсудың ойындағы жалғыз голының авторы атанады. Қорытынды есеп 3-1 Каспийдің өте маңызды жеңісі. Олардың турнирлік жағдайы кішкене де болсын жақсара түсті. Қарағанды қаласында Шахтер мен Атырау командалары кездесті. Ойынды белсенді бастаған қонақтар 16-ші минутта есеп ашып кетеді. Гол авторы нигериялық шабуылшы Нсунгуси Эфионг. Осыдан кейін алаң иелері ойын тізгінін қолдарына алады. 31-ші минутта сербиялық жартылай қорғаушы Стефан Букарац есепті теңестіреді. Ал 42-ші минутта пенальтиді сәтті орындаған Айдос Тәттібаев Шахтерді алға шығарады. Екінші таймның басында Атыраудың украиналық жартылай қорғаушысы Александр Нойок көзге түседі. 2-2 есебі матч соңына дейін өзгермеді. Конференция лигасында швейцариялық Базельді жарыстан шығарып сенсация жасаған қостанайлық Тобыл өз алаңында Қызылордалық Қайсардан жеңілді. Қатарынан Еурокубок ойындарына қатысып жүргенінің де әсері болар. Қостанайлықтар қақпаларына жауапсыз 2 гол жіберді. Қайсар 12-ші минутта есеп ашты. Гол авторы Өркен Мақан. Ал 71-ші минутта Қайсардың белоруссиялық жартылай қорғаушысы Василий Совпел есепті еселеді. Осы есеп матчтың соңына дейін сақталды. Өткен уикендті турдың орталық матчы Ақтөбе Қайрат ойыны жапты. 3-ші орында келе жатқан Ақтөбе өз алаңында Алматылық Қайратты қабылдаған еді. Бұл ойында 6 гол салынды. Бірінші тайм қорытындысы бойынша есеп 2-2 болды. Есепті алаң иелері 20-ші минутта ашқан болатын. Гол авторы бразилиялық шабуылшы Шина. Ал 29-ші минутта Қайраттың ресейлік жартылай қорғаушысы Дмитрий Сергеев есепті теңестіреді. 34-ші минутта Ақтөбенің тағы бір бразилиялық шабуылшысы Эльдар Сантана Ақтөбенің 2-ші голын салады. Бірінші таймға қосылған қосымша уақытта Қайраттың шабуылшысы Артур Шушеначе есепті 2-2 қылды. Үзіліске дейін Ақтөбеде шабуылшылар гол салса, ал үзілістен кейін оның 2-1 қорғаушысы гол салады. 53-ші минутта айып соққысын әдемі орындаған Әлібек Қасым көзге түссе, ал 57-ші минутта Дмитрий Шамко қарсыластың айып алаңындағы ұрымтал сәтті пайдаланып, есепті Ақтөбе пайдасына ұлғайтады. Қорытынды есеп 4-2, Ақтөбе 2-ші орында келе жатқан Астанаға барынша жақындап алды. Айта кететін жайт, бұл матчта Ақтөбе командасы фанаттарының 13-ші секторы бос болды. Өйткені олар клуб басшылығына деген өздерінің наразылығын осылай бойкот жасау арқылы көрсетуде. Енді назарларыңызға Қазақстан чемпионатының 18-ші турынан кейінгі турнир кестесін ұсынамыз. Кестеде көшбасшы команда Ордабасы мен екінші келе жатқан Астананың арасындағы 3 ұпай айырмашылық өзгерген жоқ. Бірақ шымкенттіктер бір ойынға кем ойнаған еді. 3-ші орында Астанадан 1 ұпайға қалып тұрған Ақтөбе келеді. Ал турнир түбінде әзірге Ақсу мен Мақтаарал командалары. Ақтаулық Каспий осы турдағы жеңісінің арқасында қауіпті аймақтан шыққан еді. Олар онда Мақтаарал командасын төмендеткен. Дегенмен Мақтаарал командасы бәсекелестеріне қарағанда бір ойынға кем ойнаған. Бізді қарағандарыңызға көп рахмет. Каналымызға жазылып лайк басып отырыңыздар. Осындай қолдауларыңыздың арқасында біз де каналымыздың сапасын жақсарта беруге тырысамыз. Келесі кездескенше сау болыңыздар.